Достар, егерде сіздер өмірден алған ғибратты оқиғалар мен ислам дініне қатысты бұрын-соңды білмеген қызықты әңгімелер тыңдағыңыз келсе, Құран тағылымы каналына жазылыңыз. Сондай-ақ әрдайым төменгі жаққа пікір қалдырып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Неғұрлым көп көрермен жиналған сайын, соғұрлым қызықты әңгімелер шығады. Ендеше достар, каналға қолдау білдіріңіз. Күндердің күнінде Мұхаммед есімді тақуа кісі болыпты. Ол отбасының несібесін табу үшін күнделікті жұмысын жасап, қайтарда жолдағы мешітке кіріп құлшылық жасап, үйіне оралатын. Оның әйелі де үйінде бала шағасына жақсы тәрбие берген, құлшылығы мол жан еді. Содан бір күні олардың бір баласы қатты ауруға шалдығады. Олар дереу қаладағы дәрігерге алып барып, емдетуге тырысады. Алайда дәрігерлер қауқарсыз, аурудың емін таба алмайды. Бала болса ыстығы көтеріліп, мазасыздана береді. Ауруханадан ем таппаған соң ата-анасы баланы үйлеріне алып келеді. Не істерге білмей, шарасы таусылған ата-ана жаратқаннан шипа сұраумен ғана болады. Сол күні таң атып, Мұхаммед таңғы намазына азанынан оянып, баланың маңдайынан ұстап, ыстығы әлі басылмағанын сезеді. Анасы болса әбден алаңдаулы күйде баланың жанында ұйықтап кеткенін көреді. Үй отағасы болса дәрет алып мешітке барып намаз оқуға дайындалады. Үйден шыға бергенде есіктің алдында қарындары әбден ашқан, жүндері түтіліп кеткен үш мысықты көреді. Оларға жан ашып, Мұхаммед үйден тамақ алып, мысықтарды тойдырады да артынан баласы үшін дұға етеді. Сосын мешітке барып құлшылығын жасап үйіне оралып, дереу баласының жанына барады. Сөйтсе баласының көзі ашық, ыстығы болса қайтқанын көріп қатты қуанады. Сол сәтте анасы оянып, баласының жағдайы өзгергеніне қуанып, жаратқан Жаббарға шүкіршілік етумен болады. Содан кейін әйелі күйеуіне қарап, бір қызық түс көрдім. Мен ұзақ балама дұға етіп көзім ілініп кетіпті. Сол уақытта қысқа түс көріп үлгердім. Онда балам жерде жатыр екен. Оның үстінен бір қарға келіп, баламды тұмсығымен шұқып жатады. Кенет үш мысық келіп, олар қарғаны тістеп, баламды аман алып қалады. Мұндай түстің сырын білмедім, бірақ маған қатты әсер етті дейді. Мұны естіген күйеуі, енді мен саған бір жағдайды айтып берейін. Осыдан бір сағат бұрын таң намазы кіріп, мешітке шығып бара жатқанда есіктің алдында үш мысықты көрдім. Оларға тамақ беріп, қарындарын тойдырдым. Сосын мешітке барып, балам үшін дұға еттім. Үйге келсем, балам жазылып, жағдайымыз жақсарып қалыпты. Міне керемет сәйкестік. Ендеше осындай әр нәрсенің салдарымен қоса, себебін берген Аллах Тағалаға құлшылық етуде сараңдық танытпай, оның рахымынан үмітіміз үзілмесін деген екен. Ұрлықшы деп айыпталған тақуа имам. Күндердің күнінде Африка құрлығындағы бір елде өте тақуа мешіттің имамы болыпты. Оның бойындағы адамгершілігін, білімділігін жергілікті халық қатты құрметтейтін. Қандай да бір діни немесе әлеуметтік сұрақтар туындаса, олар имамның алдына келіп кеңесетін. Сондай-ақ әр жылы қасиетті Рамазан айында жергілікті халық 30 күн ораза бойы кезекпен дастархан жайып, имамды үйлеріне шақырып, ауызашар беретін әдеттері бар еді. Сондай күндердің бірінде бір отбасы жақсылап үстел жайып, имамды ауызашарға шақырады. Дастархан басында жақсы сұхбат құрып, қарны тойғасын имам кері мешітке оралып, жолда олар үшін Раббысына дұға етеді. Үйдің отанасы имам кеткеннен кейін дастарханды жинастыра бергенде үстелдің үстіне біршама ақша қойғаны есіне түседі. Алайда үйдің барлығын тінтіп іздеп шығады, бірақ ақша табылмайды. Кешкісін тарапа намаздан келген күйеуінен ақша туралы сұрайды. Отағасы ешқандай ақшаны көрмегендігін айтады. Сосын екеуі біршама ойланып, ол уақытта үйде имамнан басқа ешкім болмағандығын алға тартып, оны кінәлай бастайды. Осы уақытқа дейін тақуалығы мен адамгершілігінің арқасында халықтың сүйіспеншілігіне бөленген имамның мұндай әрекетін қалай түсінеміз? Ол біздерге өмірлік өнеге болудың орнына біреудің ақшасын ұрлағаны несі деп отағасы долданады. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن
إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Сол күннен бастап оның имамға деген көзқарасы өзгеріп, бұдан бұлай оған жақындамайды, тіпті амандаспай қояды. Арада бір жыл өтіп, келесі Рамазан айы келеді. Бұл жолы да имамды ауызашарға шақыратын олардың кезегі келеді. Сосын ол екеуі ақылдасып, өткен жылғы жағдайды еске алады. Сонда әйелі: кім білсін отағасы, мүмкін имам сол уақытта ақшаға қатты мұқтаж болған шығар. Не болса да біз өз тарапымыздан оны кешіріп қояйық. Бәлкім жаратқан Жаббар бізді де кешірер. Барлығын ұмытып, дастархан жайып, бұл жолы да оны шақырайық дейді. Отағасы келісіп, кешкісін имам ауызашарға келеді. Тамақтанып болғасын ол имамға: мен сізден бір нәрсе сұрайын. Өткен жылда біз сізді шақырып ауызашар берген болатынбыз. Сол уақытта әйелім дастархан жайып, біршама ақшаны үстелдің үстіне қойып ұмытып кетіпті. Кейін сіз кеткеннен кейін қарасақ, сол ақша жоқ. Сіз алған жоқсыз ба дейді. Сонда имам сөз алып: иә, мен алған едім. Сол сәтте сіздер жоқ кезде кенет жел тұрып, үстелге қойған ақшаны ұшырып жатты. Оларды мен жинап, сөреде тұрған Құран кітаптың ішіне салып қойған болатынмын. Кейін сіздерге ескертуді ұмытып та кетіппін, деп көңілі босап кетеді. Отағасы болса бұған таң қалып, оның жылауының себебін сұрайды. Сонда имам сөзін жалғастырып: мен сіздердің ақшаға байланысты айыптауларыңыздан жылап отырған жоқпын. Арада тура бір жыл өтіпті. Бірақ осы уақыт аралығында сіздер ақшаны ұмытпай, әлгі Құранды оқуды ұмытып, оны ашып бірде-бір оқымағандарыңызға көңілім босады. Егер сол сөредегі Құранды бір рет алып оқығандарыңызда ішіндегі ақшаны көретін едіңіздер. Мен мешіттегі әр дәрісімде сіздерге ылғи Құранды оқуды әдетке айналдырыңыздар деп, ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның Құранды оқыңдар, расында ол қиямет күні сендерге шапағатшы болады деген хадисін түсіндіретін едім. Алайда осы уақытқа дейін өткен сабағымнан дәріс алмапсыздар. Соған қынжылып отырмын дейді. Отағасы орнынан тұрып дереу барып сөредегі Құранды ашып қараса, ішіндегі өткен жылғы ақшаны көріп көзіне жас алып: сіз бізді кешіріңіз. Расында біз ақиқатқа көз жеткізбестен осы уақытқа дейін сіздің атыңыздан сөйлеп айыптаумен болдық. Бұдан бұлай біз күнде Құранды ашып оқып тұруға сөз береміз деген екен. Ерте бір заманда бойында жақсылығы мен тақуалығы ұштасқан Мұстафа есімді жігіт болыпты. Әкесі ерте дүниеден өткен соң, ол отбасында әкенің орнына әке болып, бір мекемеде инженер болып қызмет атқарады. Содан бір күні 10 жасар қарындасы үйіне жүгіріп кіріп, қуанышын жасыра алмай, қолындағы қомақты ақшасын ағасына табыстайды. Ағасы мән-жайды сұрағанда, қарындасы медреседе Құран кәрімнің жартысын жаттап алғаннан кейін ұстазы сыйлық ретінде ақша бергенін айтады. Ағасы ақшаны алып, мүмкін ұстазың біздің кедей жағдайымызды біліп, қаржылай көмек берейін деген болар. Бірақ бұл тым көп ақша екен. Ертең сенімен бірге барып, өзімен жолығып, ақшаны қайтарып беремін дейді. Таңертең Мұстафа медресеге барып, директордан әлгі ұстаз жайлы сұрастырады. Директор оның өте тақуа және сол медресенің білікті түлегі, әрі өте бай отбасынан шыққан туралы айтып береді. Көп замай Мұстафа ұстазбен жолығып, оның әдемілігі оны таңғалдырады. Ол ақша жайлы айта бергенде, ұстаз сөзін бөліп: кешіріңіз, сіздің қарындасыңыз одан да көп сыйлыққа лайықты, көп көрмеңіз дейді. Мұны естіген Мұстафа ұстазы ұнатып қалады да, кері үйіне қайтып, оған үйленгісі келіп, болған мән-жайды анасына баяндап береді. Анасы көп күттірмей әлгі ұстазға барып, баласының ойын жеткізеді. Содан ертесіне Мұстафа анасын ертіп, қыздың қолын сұрау үшін үйіне барады. Бірақ әкесі олардың жағдайы төмен екенін біліп, қызды беруден бас тартады. Кенет қызы әкесіне жақындап, Мұстафаға тұрмысқа шыққысы келетінін айтып, батасын беруді сұрайды. Қызының өтінішін қабыл алып, нәтижесінде екеуі бас қосып шаңырақ көтереді.
Молшылықта өмір сүрген қыз ендігі жерде жоқшылықты білдірмей барлығына риза болады. Арада уақыт өтіп, екеуі қыздың үйіне қонаққа барады. Қайын атасы Мұстафаға қызына жақсы қарап, қалағанын алып беріп, жағдайы жасап жүруді өтінеді. Мұны естіген қызы ата-анасына: "Менің жағдайым жақсы, Аллаға шүкір. Мұстафа қалағанымды алып беріп жатыр", дейді ата-анасын жұбатып. Шын мәнінде ол көп таршылықта өмір сүреді. Ас мәзірінде ет деген мүлде болмайды. Әйелінің мұндай сөзіне таң қалған Мұстафа оған деген махаббаты одан сайын арта түседі. Бірнеше жылдан кейін екеуі перзентті болады. Мұстафаның жұмысы да жоғарылап, жағдайлары едәуір жақсарып, молшылықта өмір сүре бастайды. Содан бір күні әйелдің жолдас қызы келіп, Мұстафаның жұмыста Хадиша есімді қызбен сағаттап сөйлесетінін айтып береді. Кешкісін ол жұмыстан келгесін әйелі рұқсат сұрап, ұялы телефонын алып қарай бастайды. Расында онда Хадиша есімді қызбен ұзақ сөйлескенін көреді. Сол сәтте ол күйеуіне қарап: "Мына Хадиша деген кім?" деп сұрайды ашуланған бойда. Мұстафа оған күлімсіреп: "Мүмкін өзіне телефон шалып сұрап көрерсің", дейді. Ол кідірместен телефон шалады. Сол уақытта өзінің телефоны шырылдайды. Әйелі түсінбеген күй танытып: "Менің есімім Хадиша емес қой", деп көңілі босап кетеді. Сонда Мұстафа оның жасын сүрткен күйде: "Сенің маған деген махаббатың, қамқорлығың, жанашырлығың мен сүйіспеншілігің мұсылмандардың анасы болған Хадиша анамызға ұқсайды. Сол үшін мен сені Хадиша деп қойғанмын. Сен менің жарымсың, әрі жаннатқа апарар бағымсың. Мен саған үйленбей тұрып, Аллах тағаладан Хадиша анамыздың сипатындай жар сұраған болатынмын. Мінекей енді сол дұғамның қабыл болғанын көріп қуанып отырмын", деген екен.